Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен 6-шы бөлім атақты тұлғалар бөлімін бастаймыз. Бірінші сабақ Дина күй шертеді. Здравствуйте, ребята! Сегодня мы начинаем новый раздел. Называется «Известные личности». Первый урок Дина күй шертеді. Дина исполняет күй. Жаңа сөздер, новые слова. Прочитай, напиши в словарь, выучи. Атақты, знаменитый, известный. Ұлы, великий. Дарынды, одаренный. Күйші, музыкант, исполнитель күйів. Күй шерту, играть күй. Ұстаз, учитель, наставник. Жіктік жалғауы, менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной, обрати внимание на окончание. Мен күй шертемін. Сен күй шертесің. Сіз күй шертесіз, ол күй шертеді. Мен күйшімін. Сен күйшісің. Сіз күйшісіз, ол күйші. Суретке қара. Сөз тіркестерін оқы. Посмотри на картинку и прочитай словосочетание. Атақты күйші. Күй үйренеді. Ұлы күйші. Күй шертеді. Дарынды қыз. Күй шығарады. Екінші тапсырма, мәтінді оқы, қою әріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. Прочитай текст и составь вопросы к выделенным словам. Дина Нұрпейісова, қазақтың атақты күйшісі. Дина Нұрпейісова, известный исполнитель күйів казахского народа. Ол кішкене кезінен күй шертеді. Она с маленьких лет играет күй. Динаның ұстазы ұлы күйші Құрманғазы. Учитель, наставник Дины, великий исполнитель күйів Құрманғазы. Ол дарынды қызға бата береді. Он дал свое благословение талантливой девочке. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Дина продолжила путь своего наставника. Кейін өзі де күй шығарады. После сама тоже стала сочинять күй. Үшінші тапсырма. Сөйлем құраңдар. Составьте предложение. Дина атақты күйші болды. Дина домбыра тартады. Дина күй шертеді. Дина Құрманғазыдан күй үйренеді. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Төртінші тапсырма. Ол кім, ол не істеді деген сұрақтарға жауап беріп сызбаны толтыр. Здесь мы должны ответить на вопросы, кто он и что делает. Например, Дина. Дина күйші. Дина күй тартады. Дина ұстазының жолын жалғастырады. Келесі Құрманғазы. Құрманғазы ұстаз. Құрманғазы атақты күйші. Құрманғазы күй тартады. Бесінші тапсырма. Жоспар бойынша күйші Дина туралы мәтін құра. Составь по плану текст про Дину. Поставь видео на паузу и выполни самостоятельно. Примерно такой текст у тебя должно получиться. Алтыншы тапсырма. Сөйлемдерді оқы, ақпараттың дұрыстығын анықта. Здесь мы должны найти правильные предложения. Дина қазақтың атақты күйшісі. Дұрыс. Дина домбыраны 9 жасында үйренді. Дина Құрманғазыны іздеп келді. Дина Құрманғазыдан күй шертуді үйренеді. Құрманғазы Динаның ұстазы. Жетінші тапсырма. Құрманғазы мен Дина деген тақырыпта диалог құраңдар. Диалогта тақырып бойынша берілген жаңа сөздерді пайдаланыңдар. Используя новые слова, которые мы сегодня прошли, составьте диалог на тему Құрманғазы и Дина. Примерный диалог. Сен Дина Нұрпейісованы білесің бе? Я, ол атақты күйші. Динаның ұстазы кім білесің бе? Ұстазы Құрманғазы. Құрманғазыдан күй үйренді. Есте сақта, прочитай и запомни. Дина кішкене кезінен домбыра тартуды үйренеді. Дарынды қызды ұлы күйші Құрманғазы іздеп келеді. Құрманғазы оған бата береді.
оған күй шертуді үйретеді. Кейін Дина ұстазының жолын жалғастырады. Кел жаттайық, выучи. Тарт күйіңді, домбыра, төгіл, төгіл, тәтті күй, тау суындай сылдыра, желпін, желпін, жел соқтыр. На этом мы закончили свой урок. Подпишись, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. До свидания. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.